Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау апельсиннің қазір сезоны. Апельсин, мандарин, мынау данный момент мандарин, Пакистанның мандарины. Бұның жаңағы ішіндегі витаминдер өте көп, біздің ағзамызға өте пайдалы екенін білесіздер. Интернетке кіріп, жаңағы бұның пайдасы қандай деп сұрасаңыздар, көп неше түрліні көресіздер. Мен сіздерге қазір айтайын, міне қараңыз. Мынау үшеуісін ашыққан үшеуі, міне ашық қойдым үшеуі. Осы үшеуісінің мынау қабықтары бар ғой. Қабықтары мына екеуісінің қабықтарын былай алып тастайық. Сонда мынау біреуісінен ғана шыққан қабық, мынау үшеуісінен шыққан, үшеуісіндегі бар витаминдердің орнын жабатыны. Яғни бұның қабығында витамин өте көп. Мына қабықтарын тастамай, бұны бұлай, міне, мынау құсап, міне, көрдіңіз бе? Міне, кептіріп алу керек осылай. Кептіріп алып, сосын мынандай чайникке, міне, осылай бір уысын алып, салып, осы қабықтың өзін ғана, немесе мынандай шөпті шайлар, міне, иван чай жазда жасаған, басқа да шөпті шайларды қосып ішуге болады. Қазір мен мынаның ішіне иван чайдан кішкене қосамын. Бұның жаңағы қазіргі сезон кезінде жақсылап мынаны деген әбден жеп алу керек. Әсіресе мынау жаңадан үйленген жастар бар ғой. Немесе үйленеміз деп жүрген, дайындалып, немесе мынау бала сүйеміз деп дайындалып жүрген кісілерге мынау өте жақсы пайдалы. Еркек адамға да, әйел адамға да бұны жақсылап жеу керек. Мынау жаңағы еркек адамдардың ұрықтарын күшейтеді. Күшті болады, үнігін белін күшейтеді. Әйел адамның женский ауруларын, анау-мынау нелерін жақсартып, жаңағы бала көтеруге адам дайындайды. Интернеттен кіріп, жақсылап осыны қарап, оқып көріңіздер, қарап алыңыздар. Себебі мынау сезонды кетірмей, қазір осыны жеп алу керек. Ол жарайды, ол мәселе болмаса да, басқа да денсаулыққа қазір осы авитаминоз басталады. Көктем уже шығып келе жатыр. Сол үшін осындайды сезон кезінде, әр нәрсені сезон кезінде жеп алған өте пайдалы болады біздің ағзамызға. Жаздай жинаған, өзіміз жинаған, сіздермен бірге жинадық қой тауда. Иван чай, міне ферментированный. Осыны мен қазір қосамын. Осыған ыстық суды құйып, сосын 15 минуттай демдеп, шай ретінде іше беруге болады. Күніне бірнеше рет